Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Енді бұл бүгінгі видеомыз кішкене ақыл кеңес ретінде болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар достар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді біреулер білер, мүмкін біреулер білмес дегенде айтып жатырмын. Мынау енді шабдалы жеміс ағашы, көріп тұрғаныңыздай гүлдеп болып жеміс тиіп жатыр. Мінекей жемістері мол тиіп жатыр. Бұйырса алла қаласа, қараңыздар достар, қаншалықты тиіп жатқанын. Мол тиіп жатыр бұйырса. Мінекей достар, өте керемет тиіп жатыр, жемістері мол. Енді осы жемістердің бәрін сақтап қалу үшін витамин, тыңайтқыштарды уақытында беріп барамыз достар. Енді айтайын дегенім, осындай жеміс ағаштарыңыз үйіңізде болса, осындай мол жеміс тиіп жатқан болса, енді ол осындай жемістерін көтере алмай шалқайып жерге қарай еңкейіп кететін өздеріңіз білесіңіздер достар. Енді осы жемістер үлкейіп кетпей тұрғанда, осындай уақыттары енді сол кішкене шалқаюға пайдасы тиеді деп осындай әдісті істеп алғаныңыз дұрыс достар. Осындай уақыттар істеп алу керек. Ертең жемістер үлкейіп кеткеннен кейін оны істеу қиын болады достар. Енді мына жемістер, бұтақтар жемістерін көтере алмай шалқайып кететінін білесіңіз. Енді оны соны кішкене шалқайтпау мақсатында осындай достар, орта белінен осындай ременменен сыртынан айландырып, орап, байлап тастауымыз керек достар. Міне көріп тұрғаныңыздай, мынандай осындай ременмен байладым. Міне достар, сыртынан айландырып, қолын түгел сыртынан айландырып, жемістің орта белінен осындай қылып байлап шықтым достар. Мінекей осындай жеңілдеу уақытында істеп алғаныңыз дұрыс. Ертең бұл жемістер тиіп салмақ басып кеткеннен кейін жемістер төгіліп қалып бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Осындай қылып орта белінен достар, мінекей түгел бір айландырып байлап шығуымыз керек. Бұл енді шалқайып кетпеуін қарасаңыздар, бір-бірін ұстап тұрады, шалқайып кетпеуге көмегі тиеді достар. Мынау кішкентайлау жеміс ағаштан көрсетейін достар. Енді анау үлкендеу болғасын көрінбей жатыр. Мінекей мынандай қылып бір орап шығу керек болады достар. Көріп тұрғаныңыздай бір айландырып, орта белінен бір айландырып байлап тастайсыңыз достар. Осылай достар, мінекей осылай. Бұл да мына жеміс ағаштарының шалқайып кетпеуіне көмегі тиеді достар. Осы уақытта істеп алыңыздар. Аман сау болыңыздар достар, каналға тіркеліңіздер.